Сәлеметсіздер ме, құрметті қымбатты тару әлемнің көрермендері және қонақтары. Бүгін сіздердің назарларыңызға апталық жорамал ұсынамын. 2 маусымнан 8 маусымға дейін барлық жұлдыз белгісін не күтеді, соны қарайтын боламыз. Болжамды мен таро универсальный арқылы жасайтын боламын. Қазір бізде айдың өсу кезеңі 27 мамырда егіздер белгісінде бізде новолуние болды, жаңа ай туды. Қазір бізде айдың өсу кезеңі өте жақсы уақыт. Бір бет қағаз алып, өзіңіздің тілектеріңізді жазуға, ниеттеріңізді жазуға. Сонымен болжамымызды бастайық. Бірінші бізде тоқты белгісі. Тоқты белгісі не күтеді? 2 маусымнан 8 маусымға дейін тоқты белгісін қандай жағдай күтеді? Апталары қалай өтеді? Арнаға тіркеліңіз, пікіріңізді қалдырыңыз, лайк басып отырыңыздар, құрметті көрермендер. Сонымен тоқты белгісіне десятка мечей шықты. Десятка мечей ол младший аркандардың соңғы картасы. Біраз сізде осы апта қиын өтеді, өте қиналасыз, бір нәрсені аяқтау керек, бір нәрсе өміріңізден кетеді бір жола. Сондықтан сіз одан айырыласыз. Ол қарым-қатынас болуы мүмкін, немесе жұмыс болуы мүмкін. Денсаулығыңызға назар аударыңыз. Ол соңғы сынақ. Соңғы сынақтан өтсеңіз, ары қарай жақсы болады. Келесі аптадан сізде жаңару болады. Жаңа кезеңге өтесіз, денсаулығыңыз жақсарады. Біраз шыдамдылық танытыңыз. Сізге сондай кеңес. Апталарыңыз сәтті өтсін. Келесі бізде торпақ белгісі. 2 маусымнан 8 маусымға дейін торпақ белгісі не күтеді? Апталары қалай өтеді? Торпақ белгісіне сізге де кризисный карта шықты, 5 кубков шықты. Торпақ белгісі ескерту ретінде қабылдаңыз. 5 кубков бір арман тілегіңіз орындалмай қалады, көңіл күйіңіз болмайды, денсаулығыңызға назар аударыңыз, бір суық қалу қаупі бар, және не ішесіз, соған назар аударыңыз. Бір адам, бір нәрсе сіздің көңіл күйіңізді түсіреді, бір арман тілегіңіз орындалмай қалады, және мүмкіндіктер кетеді сіздің қолыңыздан. Бірақ сізде бар мүмкіндік, барлығы жоғалған жоқ, барлығы қираған жоқ. Артында 2 тағы мүмкіндік бар. Тек қана сізге қарау керек, бұрылу керек, өзіңіздің назарыңызды ауыстыру керек. Үңіліп отырмай, өзіңіздің назарыңызды ауыстырыңыз, көңіл күйіңізді өзіңіз көтеріңіз, осындай кризистан өзіңізді шығарыңыз. Тек қана біз өзіміз ғана депрессияға түсеміз, тек өзіміз ғана сол депрессиядан шыға аламыз. Сізге кеңес, шығыңыз сондай депрессиядан осы аптада. Апталарыңыз сәтті өтсін. Келесі бізде егіздер 2 маусымнан 8 маусымға дейін егіздерді не күтеді? Апталары қалай өтеді?
Сонымен егіздерге Паш Пентакли шықты. Паш Пентакли ол бізде младший аркан. Сізде бір ұсыныс болады, және сіз ақша болады, сіз ақшаңызды өзіңіздің балаларыңызға жұмсайсыз, және бір ұсыныс келеді сізге, бір аздаған, және біреуді оқытуға ақша жібересіз, біреуді оқытасыз, балаларыңызға ақша қажет болады, соларға ақша бересіз, немесе баладан ақша келеді, әртүрлі мемлекеттік балаға төлейтін ақша сізге келеді, егер кішкентай балаларыңыз болса, сондай қаражат аласыз, егіздер. Апталарыңыз сәтті өтсін. Келесі бізде шаян белгісі 2 маусымнан 8 маусымға дейін шаян белгісін не күтеді, апталары қалай өтеді. Осы карта қалсын, тағы. Екі карта сізге шықты. Қарайық, сила шықты сізге, старший аркан, және король мечей шықты. Король мечей ол бізде фигурная карта, өзі шыққан бір ер адам сізде осы аптада болады, сонымен қарым-қатынас болады, немесе сіз сондай қасиет танытасыз, өте суық боласыз, адамдармен қатал боласыз, бәрін ойға санаға салып шешім қабылдайсыз, және көп бір ақпарат түседі, информация келеді сізге, мәлімет келеді, хат алу, хат алмасу, сондай жағдай көп болады сізде. Сөйлесу, коммуникация, және сізге старший аркан сила шықты. Старший аркан сила ол сізде бір сұрақта, бір мәселеде сізге көп күресу керек, көп күш жұмсау керек, және сонда ғана сіз сол мәселені шеше аласыз. Сізде күрес болады, күресу керек, және көп энергия жұмсау керек, және сізге тек қана қара күш жұмсамай, ойыңызды, санаңызды қосыңыз. Сонда ғана сіз нәтижеге жетесіз, шаяндар, кез келген бір сұрақта. Жұмыста көп жұмыс болады сізде, және жеке өмірде сізде сол адамның көңіл күйін аудару үшін тағы да сізге күресу керек, талпыну керек, күш жұмсау керек. Сізге сондай апталарыңыз өтеді, шаяндар. Арнаға тіркеліңіз, пікіріңізді қалдырыңыз, лайк басып отырыңыздар, құрметті көрермендер. Арнада пассианс жорамал бар, оны бірге қарасаңыз дұрыс болады, көп ақпарат аласыз. Келесі бізде арыстан белгісі 2 маусымнан 8 маусымға дейін арыстан белгісі не күтеді, апталары қалай өтеді. Сізге 7 мечей шықты. Жақсы, жарайды. 7 мечей шықты. 7 мечей сіз бір алдау болады сізде, содан абай болыңыз. Біреу алдап кету қаупі бар. Сондықтан өзіңіздің идеяңызды, өзіңіздің ойыңызды айтпаңыз, адамдарға бөліспеңіз, және адамдарға сене бермеңіз, тексеріңіз, парольдарыңызды айтпаңыз. Қазір өте көп алаяқтар, қоңырау шалады, әртүрлі жағдаймен, соларға сенбеңіз. Сізге сондай кеңес, арыстандар. Келесі бізде бикеш белгісі
2 маусымнан 8 маусымға дейін бикеш белгісі не күтеді, апталары қалай өтеді? Каналға тіркеліңіз, пікіріңізді қалдырыңыз, лайк басып отырыңыздар, құрметті қымбатты көрермендер. Арнада маусым айының болжамы бар, барлық жұлдыз белгісіне. Оны да өтіп қараңыз, өз пікіріңізді қалдырыңыз. Сонымен бикештерге керемет карта шықты, шестерка пентакли шықты. Бұлат шаркан, шестерка пентакли. Сізде ақша болады, ақша келеді, сізге көмек келеді, қолдау болады. Және егер сізге біреу қарыз болса, қарызын қайтарады уақытылы. Және егер сізге қаражат керек болса, сіз сол қаражатты уақытылы ала аласыз. Жұмыстан немесе жақындарыңыздан сіз көмек сұрай аласыз. Және ақшада сізде баланс орнайды, барлығы жеткілікті болады, сізде денсаулығыңыз жақсарады, ауырып жүрсеңіз, керекті дәрумен аласыз, және денсаулығыңыз жақсы болады сізде осы аптада. Осындай сізді апта күтеді бикеш белгісі. Арнаға тіркеліңіз, пікіріңізді қалдырыңыз, лайк басып отырыңыздар, құрметті көрермендер. Келесі видеоға аман сау болыңыздар. 2 маусымнан 8 маусымға дейін таразы белгісі не күтеді, апталары қалай өтеді? Арнада пассиян жорамал бар, барлық жұлдыз белгісіне. Және маусым айының болжамы бар, қысқа болжамдар бар. Егер ол болжамдар сізге ұнаса, лайктарыңызды басып, пікіріңізді қалдырсаңыз өте риза боламын. Сонымен таразы белгісіне. Сізге колесо фортуны шықты. Апталарыңыз өте маңызды болады, сізге старший аркан шықты. Старший аркан колесо фортуны шықты. Сізде бір жағдай күрделі өзгереді. Өзгеріс болады. Ол кез келген сферада болуы мүмкін. Ол жұмыста немесе жеке өмірде. Сізде мысалы денсаулығыңыз нашар болса, ол жақсы жаққа өзгеріс болады. Және денсаулығыңыз жақсарады сіздің. Ол бізде колесо фортуны, ол бізде 10-й старший аркан. Сізге кенеттен бір үлкен бір сәттілік келуі мүмкін. Жұмыста сізде сәттілік күтуі мүмкін. Немесе сіздің өміріңізге бір тағдырыңызға сай бір адам келеді. Ол барлық осы қазіргі жағдайлар сіздің өміріңізде. Ол сіздің бұрын жасаған істеріңізге байланысты болады. Егер үлкен сәттілік келсе, сіз дұрыс әрекет жасадыңыз. Егер сіздің жағдайыңыз жаман жаққа өзгерсе, ол сізге сабақ болады жоғарыдан. Солай қабылдаңыз. Апталарыңыз сәтті өтсін. Өзіңіз оқиғаңызды жазып кетсеңіз өте риза боламын. Келесі бізде сары шаяндар 2 маусымнан 8 маусымға дейін сары шаян белгісі не күтеді, апталары қалай өтеді? Сары шаяндар, сіздерге жақсы карта шықты, туз жезлов шықты, начало, единица. Сізде бір бастама болады, және соған мүмкіндік келеді, үлкен бір мүмкіндік келеді.
бір нәрсені бастауда, жаңа іс бастауда, жаңа жұмысқа тұруға, сізге тез әрекет жасау керек, сізге энергия беріледі бір нәрсені бастауда. Және сізге сол мүмкіндікті жіберіп алмаңыз, энергия болады. Егер ауырып жүрсеңіз, сіз жазыласыз, жаңа қарым-қатынас бастауға сізге энергия береді. Мысалы, бір жаңа қарым-қатынас бастайсыз, жаңа жұмысқа тұрасыз. Осындай сізді уақыт күтеді. Сары шаяндар, апталарыңыз сәтті өтсін. Келесі бізде мерген белгісі 2 маусымнан 8 маусымға дейін мерген белгісі не күтеді, апталары қалай өтеді. Арнада пассианс жорамал бар, өтіп қараңыз, өз пікіріңізді қалдырыңыз, өтініш. Мерген белгісіне 9 жезл шықты. Жезл ол сіздің стихияңыз, сіз огненный знак, сіз сондықтан өзіңізді жайлы сезінесіз. Бірақ 9 ол бізде тоқтауды білдіреді, және осыға дейін біз көп әрекет жасадық. Енді бізде бір тоқтау болады. Денсаулығыңызға назар аударыңыз, басыңыз ауруы мүмкін, көзіңіз ауруы мүмкін. Сіз қорғанасыз, адамдардан қорғанасыз. Және өзіңіздің мүлкіңізді қорғайсыз. Адамдарға сенбейсіз, және қателік жасаудан қорқасыз. Қадам жасаудан қорқасыз, қарым-қатынас жасамайсыз адамдармен. Осындай бір жалғыз қалғыңыз келеді. Осындай бір сізде көңіл күй болады. Және әрбір жерден сізге біреу сізге қауіп төніп тұратын секілді сезім болады сізде. Бар жерден соны сезесіз, бірақ ол жоқ. Тек қана ол сіздің ойыңызда. Сізде болашақтан қорқыныш болады. Осының барлығынан сізге кеңес айырылу керек. Немесе сіз бір қоршау жасайсыз, үйіңізді бір қорғайсыз, қоршау жасайсыз. Сондай да жағдай болуы мүмкін сізде. Жазып кетіңіз, апталарыңыз қалай өтіп жатыр, қандай өзгеріс болып жатыр. Келесі бізде су құйғыш белгісі 2 маусымнан 8 маусымға дейін су құйғыш белгісін не күтеді, апталары қалай өтеді. Су құйғыштарға король пентакли шықты. Король пентакли жақсы карта, ақшаларыңыз болады сіздің. Немесе сіз осындай бір корольмен фигурная карта, сондай бір ақшасы бар, жұмысы бар, ер адаммен сізде қарым-қатынас болады. Су құйғыштар ол жұлдыз белгісі бойынша торпақ, немесе бикеш, тауешкі болуы мүмкін. Сондай адаммен сізде қарым-қатынас болады. Немесе сіз сондай бір энергия боласыз, өте шыдамды боласыз, асықпайсыз, барлығын ақырын баяу жасайсыз. Және сондай энергияда мүмкін боласыз сіз осы аптада. Су құйғыштар. Апталарыңыз сәтті өтсін. Келесі бізде тауешкі белгісі 2 маусымнан 8 маусымға дейін тауешкі белгісі не күтеді, апталары қалай өтеді. Тауешкі белгісін аптасы қалай өтеді. Двойка кубков шықты, жақсы карта, младший аркан. Сіз кубки, ол бізде махаббатты, сезімді білдіреді.
сіз өзіңіздің махаббатыңызды кездестіресіз. Кімге енді ол маңызды, барлықтарыңыз емес енді. Өзіңіздің махаббатыңызды кездестіресіз, екінші жартыңызды кездесесіз, немесе сіздің бір егер біреумен ұрысып қалсаңыз, сіз татуласасыз, жаңа қарым-қатынасты білдіреді, махаббатты білдіреді, өзіңіздің талантыңызды ашасыз, өнеріңізге деген шабыт келеді, және бір нәтижеге жетесіз. Жақсы жаңа қарым-қатынастың басталуы, кездесуді білдіреді, немесе өзіңізге сай, жүрегіңізге жақын бір жұмыс табасыз, сондай бір жұмыс іздеп жүрсеңіз, сондай жұмысты немесе адамды кездестіресіз. Көңіл күйіңіз өте көтеріңкі болады. Апталарыңыз сәтті өтсін. Келесі бізде балықтар 2 маусымнан 8 маусымға дейін балық белгісін не күтеді, апталары қалай өтеді. Қарайық бірге. Арнада пәстен жорамал бар. Маусым айының болжамдары бар, қысқа болжамдары бар. Өтіп қараңыз, өз пікіріңізді қалдырыңыз, өтініш. Сонымен балық белгісіне младший аркан шықтым. Ешқандай қатты бір өзгерістер болмайды. Барлығы сіздің қолыңызда. 4 мечей, сізге дем алу қажет, балықтар. Мүмкін осыға дейін көп жұмыс жасадыңыз, көп жерге бардыңыз, немесе егер оқушы болсаңыз, студент болсаңыз, сізге демалу вақыты келді, демалыңыз, 3-4 күн демалыс алыңыз, ойыңызды тоқтатыңыз, сізге сол қажет болады. Жұмыста жұмыс болмайды, сізге барлық ойыңызды ретке келтіру үшін сізге біраз тоқтау керек, демалу керек, жату керек. Сонда арғарай сіз жаңа күшпен, жаңа идеямен одан да көп жұмыс атқарасыз, одан да көп жерге бара аласыз. Сізде демалсаңыз қозғалыс болады, даму болады, егер демалып жатсаңыз кішкене. Немен байланысты екен қарай салайық, балықтарда. Суд, старший аркан суд шықты сізге. Сізде бір жаңалық келеді, сізді оятатын. Осындай жағдайдан сізді бір нәрсе оятады, тұрғызады сізді. Старший аркан суд, ол бізде жақсы карта, жаңаруды білдіреді. Сіз бір аурудан айығасыз, тұрасыз. Бір мысалы ауырып жүрсеңіз, сауығасыз. Және мысалы кредиттен босайсыз, ол босауды білдіреді. Бір қатты бір жүктен, бір сізді ұзақ вақыт мазалаған бір нәрседен сізде босау болады. Бір хабар естисіз, сізді оятатын, сізді тұрғызатын. Сол ұйқыдан тұрғызатын. Немесе сіз қазір осылай арғары өмір сүрмеймін деген бір пікірге келесіз. Апталарыңыз сәтті өтсін. Балық белгісі, каналға тіркеліңіз, пікіріңізді қалдырыңыз, лайк басып отырыңыздар, құрметті көрермендер. Келесі видеоға аман сау болыңыздар.